ақылың болса неге ақшаң жоқ деп айтады ғой қазақ. Сондықтан қарыздан құтылу үшін де, аурудан құтылу үшін де, жақсы өмір сүру үшін де, қазіргі басындағы осы қиындықтан, азаптан құтылу үшін де, достар, ең алдымен адамда білім болу керек. Білімі бар адам, басы таза адам мәселеге бүйтіп үстінде тұрып қарайды да, қай жерін дұрыстау керек екен, чүт дұрыстап дереу шығып кетеді. Оған мәселе емес. Ал енді егер де басында ешқандай білімі болмаса, ол өзін ешқандай дамытпай, өз-өзімен жұмыс жасамай, тек қана әйтеуір далақтап, тек қана қара жұмыс істеп, болмаса сауда істеп, или ақша табам деген адамдардың көбі мүлдем таба алмай қайта қарызға қайта кіріп жатыр. Ондай адамдар бүйтіп кішкентай болып қалады. Өйткені неге? Санасы кішкентай. Сосын аспанға бүйтіп қарап, ойбай деп, біреулер үшін 100 000 көп ақша емес. Ол айтады, менің 100 000 қарызым бар деп, ана басында айту қанша қарыз болса, соны үлкен мәселе қылып көріп алады. Ол бір басында тұрған тау. Сосын өз-өзінен оның астында тұрып, кішкентай болады да, соны қалай шешем дейді. Айналайындар. Адам кез келген нәрседен бір техникасы болады, содан шығудың, қиындықтан құтылудың да кез келген жолы бар, соны үйреніңіздер. Мен мұны армандар картасында берем. Менің сабақтарымды алып, менің осы техникаларымды қолданып, біреу үй алып кету мүмкін, біреу машина алып кету мүмкін, біреу қарызынан құтылып кету мүмкін. Кез келген адамның басында сондай дүниелер болады. Өйткені мен оның техникасын беріп жатырмын. Ауруыңнан құтыласың, өте керемет. Сондықтан бұған жай қарамай армандар картасын албаңыздар. Армандар картасы деген не деген сұрақтар бар екен. Бұл сіздің арманыңызды орындайтын нақты техника. Арман қалауыңызды көзбен көресіз, мен оның техникасын, қалай істеу керек екендігін, не істеу керек екенін берем. Содан кейін сол бойынша істесеңіздер болды. Артық нәрсеге қандай деп сіздер оны зерттемей ақ қойыңыздар. Ол нақты әлем бойынша зерттеліп қойған техника. Соны аламыз да қолыңызға жеткеннен кейін жасайсыз. Оны қалай істейтініңіздің барлығын өзім үйрететін болам. Ендеше жекелікке хабарласыңыз, болмаса Дуин парақшасынан, алғыс Дуин парақшасынан төтешиядан қып түсіре берсеңіздер болады, ала берсеңіздер болады. Қазір ана шауқаңшысы ашық көрініп тұр, сол жерден алып алыңыздар. Енді ол өте ұзақ уақытқа сатылмайды, қысқа уақыттан кейін сатылым тоқтайды, достар.